Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау және все деген батырманы басып, комментарийді жазып, поделиться деген батырманы басып, барлық достарыңызбен бөліссеңіздер, менің сіздерге алғысым шексіз болар еді. Құрметті достар, бүгін біз наурыз көже пісіреміз. Ол үшін кастрюльге, қазанға мынандай қазы және ет салып алдық. Үстіне су құйдық. Бұны енді 2 сағат пісіреміз. Қайнаған уақытта көбігін аламыз. Наурыз көжеге керек заттар: күріш, тары, бидай, маш. Ет пісті, түсіріп алдық. Қазір енді сорпаны сүзіп аламыз. Кастрюльді жуып тазалап алдық. Қазір мына сорпаны құямыз. Енді барлық дәнді дақылдарды бір-бірлеп сорпаға саламыз. Сөйтіп жарты сағаттай қайнатып аламыз. Етті майдалап, осылай турап аламыз. Ет жұмсақ болып, өте жақсы пісіпті.
енді қазыны да әдемілеп турап аламыз. Өте керемет дәмді наурыз көже шықты. Наурыз мерекесі құтты болсын, ас болсын.